Балам, бұл деген ағаштан жасалынған астау. Бұрынғы кезде қазақ халқы көшпелі халық болғандықтан ыдыс сынып қалмасын деп осындай қарағаштан не жасаған? Табақ жасаған. Бұның атын қазақтың астау деп атайды. Бұның ішіне біздің қазақтың дәмді тағамдарын салады балам. Түсіндің бе? Бұның ішіне балам қазақтың ұлттық тағамы бес бармақ салады. Кей жерлерде бес бармақ болмаса еттің өзін де салып алып келеді, майлы еттерді салып алып келеді бұған. Сөйтіп қонақтарға немесе үй иелеріне тартады табақ қылып. Балам, Алдияр балам, бұны ағаштан жасалған. Негізі қарағаштан жасаған балам. Қарағаш деген қатты мықты болғандықтан сол қарағаштан мынандай жонатын құралмен қырып жасаған бұны. Алдияр балам, бұл келі аты. Аты кім? Келі, аты. Күріш бар ғой, дәнді дақылдарды салып, сөйтіп ұрып, мынандай көп көрсетемін, мынандай ұрып, ішінен дәнді дақылдарды талқанын жасап, талқанын жейтін болған балам. Түсіндің ба? Оның ішіне бидай салады. Бидайды сосын не істейді? Сондай ұрып, түйіп, оны талқан қылып, мынандай тарелкеге салып жейтін болған. Түсіндің болған? Балам, бізде қазақ ақшек болғансын, бата береді, ас қайтарады. Ас қайтарады, оны жай болған. Алла Құдайым қолдасын, амандық болмасын. Берекет, қанағат, молшылық болсын, аманшылық болсын. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын. Амин. Бата бер. Еліміз абырсын, апамыз абырсын, көпірсін. Амин. Алдияр балам, мен саған қазір ертегі туралы айтып берейін. Ертегі деген негізі халық ауыз әдебиетінің бір түрі бол балам. Ертегі тыңдаған баланың ақыл ойы дамып, ой өрісі кеңейеді. Ертегіні айтып беруге де болады, және мынандай мына жерде мына ертегі бар екен, біліп ала деген электронды кітап бар. Көрдің бе? Осының ішіне мен саған қазір не істеп берейін, ертегі қойып берейін. Қоса аласың ба? Қос шыға не? Балақай, білім-әлемінен қош келдің. Әне, ашамыз, енді қайсы ертегіні тыңдаймыз балам, мына жерден көрші кәне? Кім күшті деген, бас кім күшті? Әне, тыңдаймыз енді деп отыр бала. Кересе де білетін. Әне. Алтай бала бәрінен. Енді мына қаңбақ шалды тыңдайшы кәне, мынаны басты. Қайсын тыңдайсың? Басты. Ақылды етікші. Ақылды етікші ертегісі екен. Бір патша болған екен. Оның айтқан. Тоқтап қой. Туғаным, туғаным, сенде, туғаным, ей туғаным. Молодец. Болды.